Амансыздар ма балалар, қалдарың қалай? Балалар, мынандай бір есеп қарастырайық. Массалары М1 және М2 екішар бір-біріне қарама-қарсы В1 және В2 жылдамдықтармен горизонталь бағытта қозғалып келеді. Бұлар абсолютті серпімсіз соққы жасады. Бұл шарлар жүйесінің ішкі энергиясының өзгерісін табыңдар. Балалар, бұл жерде енді энергия сақталу заңын пайдаланамыз. Яғни ішкі энергиясының өзгерісі ол басындағы екі шардың кинетикалық энергиясының қосындысынан сондағы біріккен кездегі кинетикалық қосындысынан алып тастаймыз. Өйткені екеуі біріккен кезде біраз кинетикалық энергиясы азаяды. Ол кинетикалық энергиясы ішкі энергияға айналады деген сөз, соққының әсерінен. Және бұл жерде абсолют серпімсіз соққы жасап тұр. Бұны да ескереміз. Абсолютті серпімсіз дене дегеніміз әсерлескеннен кейін осылардың массалары бірігіп бір жылдамдықпен қозғалатын денені абсолютті серпімсіз дене деп есептейміз. Сонымен ішкі энергияның өзгерісінің формуласын жазып қойып барады. Сонда керісінше дельта ні К1 қосу екеуіндегі әсерлесіп тұрғандағы бастапқы күйдегі кинетикалық энергиясынан соңғы күйдегі кинетикалық энергиясын алып тастайды екенбіз балалар. Өйткені бастапқы кинетикалық энергиясы көп болады, әсерлескеннен кейін біраз бөлігі энергия сақталу заңы бойынша біраз бөлігі ішкі энергияға айналып тұр. Енді жеке жазайық. К бірінші шардың кинетикалық энергиясы массасы белгілі, жылдамдығы белгілі, жаза саламыз. Екінші шарттықінде К2 М2 В2-нің квадраты бөлінген 2. Әсерлескеннен кейін жалпы бірігіп, екі шар бірігіп бір жылдамдықпен қозғалған кездегі осы жалпы екеуінің кинетикалық энергиясын жазайық. Яғни массалары бірігеді. Өйткені абсолют серпімсіз дене М1 плюс М2 және бір жылдамдықпен жүреді екен. В квадраты белгісі бөлінген 2. 4. 2, 3, 4-ті балар 2 жазып қойық балар. 2, 3, 4-ті бірге қоямыз. Сонымен дельта У тең болады М1 В1-дің квадраты бөлінген 2 қосу М2 В2-нің квадраты бөлінген 2. Жақшаға алып қойық. Алынған массалары бірігеді. М1 плюс М2 бөлінген 2 көйту бұның квадраты. Бұл біздің 5 теңдеу. Енді осы жерде балар тек қана біріккен кездегі жылдамдықтары бірігіп, қозғалыс кезіндегі жылдамдықтары жоқ екен. Ол үшін балар енді біз импульс сақталу заңын пайдаланамыз. Жоқталған жүйеге арналған. Дене әсерлеспей тұрған кездегі денелердің импульстары әсерлескеннен кейінгі импульстардың қосындысына тең екен. Дене әсерлеспей тұрған кездегі импульстардың қосындысы әсерлескеннен кейінгі импульстардың қосындысына тең екен. Бұл енді импульсын сақталу заңы ешқандай қиындығы жоқ екен. Басында әсерлеспей тұрған кезде екі шардың импульсы М1 В1 және қарсы қойғанда минус қоямыз. М2 В2 енді әсерлескеннен кейінгі импульстар қосындысы, олардың массалары бірігіп бір импульсты береді екен. М2 көбейтілген В. Бұл тұйықталған жүйеге арналған импульстың сақталу заңы болады. Жазып қояйық. Импульстың серге түсінікті болу үшін импульстың сақталу заңы абсолютті серпімді денеге арналған. Сонымен осы жерден бұны екеуі біріккен кездегі қозғалыс жылдамдығын өріктеп шығарып алайық балар. М1 В1 минус М2 В2 бөлінген М1 плюс М2 7. 7-ні 5-ке өріктеп жазып қойып балар. 7-ні белгілеп отырған бір жақсы осы балар. 5-ке қоямыз. Қай формуладан шығып жатқаны өте жақсы көрініп тұрады. Сонымен дельта У тең болады М1 В1-дің квадраты бөлінген 2 плюс М2 В2-нің квадраты бөлінген 2. Жақшаға алып қойық. Минус М1 плюс М2 бөлінген 2-ні жазып қойық балар. Бөлек жақшаға. Көбейту, енді мына квадратқа алып жазып саламыз. М1 В1 минус М2 В2-нің квадраты бөлінген М1 плюс
m2'nin квадраты. Бұл жерде балар m1 плюс m2'ні біраз қысқартып, ықшамдап алайық. Бұл біздің сегізінші теңдеу болды. Енді жақшаны ашып жіберейік. Сонымен біріншісінде дельта u тең болады. Екеуін біреуге жазып қойшы балар. 2 m1 v1'дің квадраты плюс m2 v2'ның квадраты минус 2 m1 плюс m2. Аны енді a минус b-ның квадраты деп жақшаны ашып жіберейік балар. m1 v1'дің квадраты минус 2 m1 v1 көбейтілген m2 v2 плюс m2 v2'ның квадраты. Бұл біздің жетінші теңдеу болды. Енді ары қарата ортақ бөлімге келтіріп жіберейік. Дельта u тең болады. Ортақ бөлімі балар біздің 2 m1 плюс m2 болады. Чекесіне жазып қойық, сіздерге түсінікті болу үшін. Мынарда m1 плюс m2 m1 плюс m2 болды. Енді көбейтіп жазып жіберейік балар. m1'дің квадраты v1'дің квадраты, m2 қосу m1 көбейтілген m2 v1'дің квадраты, қосу m1 көбейтілген m2 v2'ның квадраты, қосу m2'ның квадраты v2'ның квадраты минус m1 v1'дің квадраты, арада плюс болып кетеді, плюс 2 m1 v1 m2 v2 плюс m2 v2'ның квадраты міне зорға сыйғыздық. Сонымен балалар, m1 v1'дің квадраты мен m1 v1'дің квадраты жойылсын. m2 v2 квадраты мен мынарда минус, мынарда плюс, мынарда минус болады. Міне таңбасын қате жазып қойдық. Мына жерге минус деп белгілеп қойын балар. Мынарда минус болады. Міне. Сонда жойылып кетеді. Қалғанын жазайық. Енді міне жолымызға сиятын секілді. Дельта u тең болады. m1 мынада 2 болып тұр, 2 m1 m2 мынарда m1 m2 v1'дің квадраты плюс m1 m2 v2'ның квадраты. Енді бізде қалды плюс 2 m1 m2 v1 көбейтілген v2 қалды. Бөлімінде m1 плюс m2 қалды. Өте жақсы ықшамдалып қапты балалар. Бұл біздің сегізінші теңдеу деп жазып қояйық балалар. Сегізінші теңдеу. Сонымен дельта u бәрінде m1 m2 тұр балалар. Оны жақсан сыртына шығарып жіберейікші. m1 көбейтілген m2, сонда бізде не қалды? v1'дің квадраты плюс v2'ның квадраты плюс 2 v1 көбейтілген v2 бөлінген 2 m1 плюс m2. Бұл біздің 9-шы теңдеу болсын. Балар, мынау а плюс b-ның квадраты ғой. Өте жақсы ықшамдалды. Тіпті өте керемет жақсы ықшамдалды. Сонда m1 көбейтілген m2 v1 қосу v2'ның квадраты бөлінген 2 m1 плюс m2 болды. Яғни бізге ішкі энергияның қанша бөлігі ішкі энергияға айналады деген сұраққа осылай жауап бердік. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар балалар.